күн. Мен Назира Ерболатқызы. Бүгінгі сұхбатымды Бейсен Құранбекке арнағым келеді. Қазіргі таңда Бейсен Құранбекті танымайтын қазақ жоқ. Ол шынайы бейнесімен, кісілік келбетімен, қарапайымдылығымен ел есінде қалды. Бұған қоса өзінің ісінің шебері екендігін дәлелдей алды. Қоғамда орнын ойып алған бұл тұлға жайлы мектеп мұғалімдері мен оқушылардың ойын бірге білейік. Сәлеметсіз бе? Мен Назира Ерболатқызы, журналистпін. Сізден интервью алуға келіп тұрмын. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Сәлеметсіз бе? Мен Бейсен Құсабайқызы Нұрсұлтан. Мен Әлихан мұғалім. Сізге сұрағым, Бейсен Құранбек өзінің саласының қаншалықты маманы болды деп ойлайсыз? Жақсы. Бейсен Құранбек осы мәдениет саласында, білім саласында және журналистика саласындағы танымал адамдардың бірі болып табылады. Сәлеметсіз бе? Мен Назира Ерболатқызы. Сізден сұхбат алуға келіп отырмын. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Сәлеметсіз бе? Мен Қанаталина, Жақпаев мектебінің 11 сынып оқушысымын. Сізге сұрағымды қоя кетсем, Бейсен Құранбектің еңбектерін білесіз бе? Жалпы Бейсен Құранбек ол кісі Қазақстан үшін өте көп еңбек сіңірген қайраткер. Ол кісі бізде журналист, қоғам қайраткері болды. Бізде ол кісі айтуға оңай, қарекет сынды түрлі бағдарламаларды басқарған болатын. Яғни адамдардың басына түскен көптеген қиыншылықты шешуге көмек көрсетті деп айтуға болады. Жалпы ол кісі 2020 жылы қайтыс болғанымен ол кісінің есімі әлі де ел есінде тұр. Яғни ол кісінің жаңағы айтқан сөздері, әрбір ойлары жалпы қазақтың жаңағы тарихында мұра болып сақталады деп ойлаймын. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Мен Назира Ерболатқызы, журналист. Сізден сұхбат алуға келіп тұрмын. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Мен Нұржан Назарбаевқызы, Ата мектебінде қазақ тілі. Сізге сұрағымды қоя кетсем, Бейсен Құранбек сіз үшін қаншалықты үлгі тұтатындай тұлға? Енді Бейсен ағамыздың үлгі тұтатын жақтары өте көп. Ол кісі өте білімді, ақылды кісі болған. Жалпы жүйрік журналист, қоғам қайраткері, әлсіздерге көмектесе білетін. Осы ол кісіні танымайтын қазақ жұмысшылар жоқ. Жалпы жүрегі ақ, ниеті таза, өте мықты. Өздеріңіз көріп отырғандай, мектеп оқушылары мен мұғалімдердің арасында Бейсен Құранбектің аты әлі күнге дейін сақталып, айтылып жатқанын білеміз. Осыдан ақ Бейсен Құранбектің аты өшпестей тұлға екендігін айтуға болады. Бүгінгі сұхбатымды осымен аяқтасам, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Күн сайын дүние қырық құбылады. Біреу қуанады, біреу мұңаяды, біреу сүйінеді, біреу күйінеді. Біреуге бәрі жаңадан басталғандай көрінеді, біреуге бәрі аяқталғандай көрінеді. Бірақ әр күні жаңа таң атады. Жаңа таңмен бірге жаңа үміттер, жас армандар қанат қағады. Сол үміт сенімге, арман мақсатқа айналғанша, сенім ақталып, мақсат орындалғанша қарекет ету керектігін ұмытпайықшы. Ал қарекет түбі берекет. Бірінші, кез келген нәрсені үйретуде мен үш нәрсеге сүйенемін. Бірінші, оны ғылыми негізін түсіндіру керек. Түсіндірмесең, адамға жетпейді, ол қажеті жоқ деп санайды. Екінші, оны өзің көрсетуің керек. Қалай жасайды? Ол көрмесе көп адам істемейді. Үшінші, одан кейін аямай, ол адамдардың өзін соған жаттықтыру керек. Осы үш-ақ нәрсе. Меніңше, кез келген өсудің, үйренудің үш тағаны осылар. Біз жақсы көрінгенді, мына қыздарымыз жақсы көрінгенді, әсерлі сөз айтқанды, әдемі сыйлық алып бергенді дұрыс деп санаймыз. Жар деген осындай болу керек деп ойлаймыз. Олай емес.
қараңғыға тап болсаң, шырақ боп жағылғанды, қайғы көрсең, қасынан табылғанды, алыста жүрсең, сағынып күткенді, жабықсаң, көз жасыңды сүрткенді, ағайын досың келсе, алқалағанды, өмірдің жүгін бірге арқалағанды ғана жар деп айтуға болады. Әрбір жасқа сондай жан кезіксін деп тілейік. Айту оңай. Саған деген соңғы деммен кеудемде тұншықсам да қалам ұстап